Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қуырдақ тағамын дайындаймыз. Алдымен лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Бізге қуырдақ жасау үшін ең алдымен өкпе, бауыр, ет және де көкөністер қажет болады. Барлығын осылай мен турап жатқандай турап аласыздар. Бізде үйде 2 адам болғаннан кейін мен азғантай етіп қана жасап жатырмын. Өздеріңіздің үйлеріңізде қанша адам бар, соған лайықтап жасайсыздар. Бәрін турап болғаннан кейін қазанымыздың астын жағып, майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Етімізді қуырып жатқан кезде тұз салып, дәмін келтіріп аламыз. Етіміз әбден қызып қуырылып болғаннан кейін пиязымызды, укропымызды салып, тағы да бір қуырып аламыз. Мен укропты тамақтың дәмі кіру үшін салдым. Етіміз бен пиязымыз қуырылып болғаннан кейін мен помидор салып жібердім, тамақтың дәмі кіруі үшін. Содан кейін сәбізімізді, дәмдеуіштерімізді, үйде қандай дәмдеуіштер бар, соның бәрін қоса берсеңіз болады. Қуырдақтың негізгі сәні картошка демекші. Картошканы де салатын уақыт келді. Картошканы салып, бетіне су құйып, 20 минуттай бұқтырып қойып қойдым. Қуырдағымызды осылай әдемі етіп бұқтырып қоямыз. Міне біздің қуырдағымыз дайын. Сіздерге ас болсын.